Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Риза Исаева, Мінбер KZ сайтының журналисімін. Біз бүгін көпбалалы аналарға қатысты жобамыздың аясында әрине болады сұрақ қоюларыңызға. Сол жобаның аясында кезекті тікелей эфирімізді бастаймыз. Бізде бүгін қонақта парламент мәжілісінің депутаты, президент жанындағы әйелдер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасының орынбасары Рамазанова Ләззат Керімқұлқызы болады. Сұрақ қоюыңызға болады. Сұрағыңыз болса, осында жаза беріңіздер. Мен қазір ол кісіні осында эфирге шақырамын. Рамазанова Ләззат. Ол кісі бізге қазір сағат 4-те қосылуы тиіс. Сондықтан баршаларыңызды тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты, отбасы институтын нығайтуға қатысты, сондай-ақ әйелдер және отбасылық демографиялық саясат елімізде қалай жүріп жатыр, бұл не нәрсе, бұл саясат бізге не береді деген секілді мәселелерге байланысты сұрақтар қойсаңыздар болады. Енді отбасы институтын нығайту мәселесі біздің елімізде аса маңызды, менің ойымша. Баспана жайлы сұрақтарыңызға ол кісі жауап бере ала ма, жоқ па білмеймін, бірақ баспана қазір отбасы банк, өздеріңіз білесіздер, 2%-тік сыйақысы, 2%-тік жаңа бағдарлама бастады. Осы кеше. Қайырлы күн, Ләззат ханым. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіз. Бұл Мінбер KZ сайтынан, Мінбер KZ-те көпбалалы аналар жобасы бар. Бұл жоба біздің көпбалалы аналарға әртүрлі құқықтық тұрғыда, экономикалық тұрғыда, баспана мәселесіне қатысты түрлі салада ақпарат беру мақсатында, сондай-ақ көпбалалы аналардың проблемасын қоғамға көрсету, жария ету, мүмкіндік болса көмектесу мақсатында осы бағдарлама, осы жобаны жасап жатырмыз. Интерньюз Қазақстанның қолдауымен. Біз апта сайын тікелей эфир жасап тұрмыз. Бүгінгі тікелей эфирімізді өзіңізбен жасап отырмыз. Келіскенге қатысып отырғаныңызға көп рахмет. Тақырыбымыз отбасы институтын нығайту, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесіне қатысты. Өздеріңіз де жақсы білесіздер, пандемия кезінде бізде тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі өте үлкен бір мәселе болды. Адамдар бұл нәрсе көбейіп те кетті. Содан кейін бізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңды қатаңдату мәселесі қаралып жатқан болатын парламентте. Осы жайынан бастасақ, жалпы бұл заң қабылданды ма, қабылданбаса, неге қабылданбай жатыр? Негізі барлықтарыңыздың ең бірінші саулықтарыңызды тілеймін. Себебі мынау әйел адамның отбасының ұйытқысы болғаннан кейін, дәл әйел адамның көңіл күйіне, қас-қабағына көп дүние байланысты. Тек қана отбасының ішінде емес, баланың тәрбиесінде, туған-туысқандардың қарым-қатынастарында, және жалпы әйел адамның күлсе дейді, барлығы ақ жарқын болып кетеді, шамалы қабағы түйісіп қалса, онда барлығы теріс кетеді. Оның барлығы арасында да үлкен апаларымыз баяғыда айтатын, әсіресе әйел қыздарға жақсы сөйлеңдер деп. Үнемі жақсы сөйлеңдер, жақсы ойлаңдар, себебі енді біреуге өтірік, біреуге шын Алла тағала берген бір ерекше қасиеттерінің бірі ол. Жақсы сөйлеп, айтқан дүниесінің барлығы орындалу. Енді мынау қозғап отқан тақырыптарыңыз әрине, былайша айтсақ, тек қана әйелдерге қатысты емес, көпбалалы аналарға қатысты емес, жалпы біздің азаматтық қоғамның барлығына қатысты деп айтсақ та болады. Себебі пандемияның кезінде мынау көрсеткіштеріміз 2,5 есе өсіп кетті. Дәл сол кезде мына Қазақстан бұны тегіс жерде бастаған жоқ қой. Ең бірінші мынау зерттеулер арқылы осы отбасы институтын нығайту және отбасы демография саясатына байланысты ұлттық комиссияның аясында осыдан 4 жыл бұрын біз тұрмыстық зорлық-зомбылықсыз Қазақстан деген пилоттық проекті бастағанбыз, және осының аясында қандай бізде проблемалар бар. Себебі жаһандық біз статистиканы алып қарасақ, негізі мынау біздің балалар арасында суицидті былай қояйық, жалпы Қазақстанды суицидтан үздік 10-қа кіреді.
бұл үлкен біздің мынау проблемамыз. Расында да неліктен осындай көз ашық, көкірегі мынау жақсылыққа, мынау білімге деген құштар елде осындай көрсеткіш. Ең бірінші біз әрине бұны жете бақылауымыз керек, себебі тек қана өзінің, айтады ғой мынау ауруын айтпаған жаман өледі деп та. Жалпы біз өзіміз ішкі статистика, ішкі мониторинг жүргізбесек, онда біз өз проблемамызды білмейміз. Дәл осы мақсатпен біз мынау отбасыда болып атқан проблемалардың бәрін ширатып қараған кезде бір байқағанымыз, мынау кішкентай балдар, жас өспірімдер суицидке көп нәрсе келеді, және оның 73% суицид болған отбасылар, ол толық отбасылар. Жалпы 4 қабырғасы түгел балдар сондай соңғы қадамға өз өмірін қиған. Бұл әрине бізді мынау бұл жетістік емес, бұл біздің көп дүниелерді назарға алмағанымыздың белгісі. Осыны тағы да былай ширатып қарадық. Өзімде мынау отбасыға байланысты заң жобаны бекіткен кезде, жалпы осы заңның аясында осы проблемаларды шешу ең бірінші жергілікті әкімдердің және жоғарыдағы министрлердің осы проблемаға нақты көзін салу, және бұны тек қана назарда ұстау емес, осыны профилактика ретінде дер кезінде көмек көрсету. Өкінішке орай, отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қарсы тұру заң жобасы бізде осы заңды оның алдындағы 60 шақырым депутаттары қайтарып алды. Себебі қоғамда әртүрлі ой өрістер болды. Өкінішке орай, біздің қоғам белсенділері, бұның ішінде мәдениет қайраткерлері де бар, мәдениет саласының қазір блогер болып өзін позиционировать ететін азаматтарымыз, азаматшаларымыз өкінішке орай осы заңды нақты әй-шайына кірмей, нақты проблемалардың барлығын зерттемей, тек қана мынау хайп ретінде ұстап, осы отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң біздің отбасыларымыздың ішіндегі болып атқан мынау ұлттық құндылықтарымыздың барлығын жоққа шығарады. Ертеңгі күні біз өз балдарымызды тәрбиелеп атырып, мына шамалы даусымызды көтеріп қалсақ та, балдарымызды үйімізден алып кетеді. Біздің мынау отбасы ұлттық құндылықтарымызға балта шауып, былайша айтсақ, балтамен шауып жатыр негізімізді деген өкінішке орай осындай қоғамдағы сөздерге еріп кетті біздің азаматтық қоғамда. Мен сіздерге айтайын, сол кезде осы заңға қарсы шыққан 22 мың адам қол қойған петиция болса, керісінше 87 мың азаматтар қазақстандықтар бұл заң бізге керек деп петиция жазды. Бірақ мен өзім сол кезде 7-ші шақырылымға бірінші депутат ретінде келдім. Сол кезде ұлттық комиссияның төрайымы ретінде президенттің жете қабылдауында болған кезде бұл мәселе кеңінен талқыланды, және дегенмен қоғамда туындап жатқан сұрақтарды жауапсыз қалдыруға болмайды. Міндетті түрде әр өңірмен жете кездесіп, әр азаматтық қауымдастықпен осы тақырыпты талқылап, нақты сұрақтардың барлығын айқындап, және осындай ағартушылық бір жағынан жұмысты жүргізу керек екендігін белгіледі. Заң жобасын қайтарып алған біз емес, оның алдындағы заң жобасының авторлары. Бірақ бұл сұрақ өзекті болып тұрғаннан кейін, тағы да бір топ депутаттардың бастамасымен 7-ші шақырылымда біз сұрақты күрт өзгерттік. Біз қарсы тұру деген жоқпыз. Негізі қазақ халқы көп дүниеде ырымшыл болып келеміз. Осыған байланысты біз отбасы институтының енді нығайту деген заң жобасын ұсындық. Қазір бұл заң жобасы мәжіліске толықтай кірді. Бұл заң жоба қалыптасудың алдында мен 17 өңірмен жете кездесіп, ол кезде коронавирус қайнап атқан кез еді. Көп жерлерде тыйым салынды. Дегенмен мен мүмкіндік болғанша офлайн, мына ол кезде сары зона деген дүние болды да, сол сары зонада болған аумақтарға өзім шығып, аудандық деңгейлерге дейін түсіп, шағын қалаларда кездесулер өткізіп, қызыл зонада болған өңірлерде онлайн форматты 100-150 кісіге дейін
астам осы қоғамдық кеңестер, әкімшіліктердің маңайындағы құрылған қоғамдық кеңестермен бірге кездесулер өткіздім. Осы кездесулердің аясында мен сіздерге айтар едім, мынау бір дүние ең бірінші көңілімнен шығады. Себебі бізде былай стереотип бар ғой, осы солтүстік өңірлерде көбінесе мынау орыс тілді болып кеткен деп мен сіздерге мына айтқым келеді. Біз қазір Қазақстан 90% қазақ контентпіз. Біз 90% расында да осы қазақ тілде ақпаратты, қазақ тілде қолжетімді дүниені талап ететін елміз қазір. Осыған байланысты мен осы онлайн форматтарда зум өткізген кезде мен таңғалғаным, Өскемен қазақша сөйледі, толықтай Павлодар қазақша сөйледі, солтүстік Қазақстанда қазақша сөйледі. Мынау бүгінгі таңда біз ол түсінбейді, олар мына жеткілікті айтылмайды деген, қазір ол енді ертең кешегі күн, бүгінгі күн нағыз жақсы, жоғарғы деңгейде ақпаратты талап ететін қазақстандық мынау біздің келбетіміз, былайша айтсақ, өзіміздің тіл жөнінде де дербес екенімізді, өзіміздің тіл саясатын мынау кеңінен мынау насихаттап қолданамыз деген мынау бағыттарға жеткен елміз. Осыны мен өзім мынау байқағаным. Мен бұл өзімнің мынау тәжірибемен жоғарғы мемлекеттік органдармен де бөлістім. Мәжілістің ішінде де және партияластарыма толық осын жеткіздім. Себебі тек қана бір өңірде менде сұрақтар болды және қарама-қайшы сұрақтар болды. Бұл осы заң жобасын талқылаған кезде Нұр-Сұлтан қаласында, енді бұны түсіндіруге де болады. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалар, бұл былайша айтсақ үлкен агломерациялар, бұл жерде жан-жақтан жиналған, өңірлерден жиналған мынау азаматтар, олардың былайша айтсақ жаңа мүмкіндіктерді іздеп келген азаматтарымыз. Олардың сұранысы да жоғары болады. Әлеуметтік сұрақтарда туындайтын. Себебі мынау Нұр-Сұлтан қаласында осы қаланың шеттерінде мынау көмектесетін туған туысқандары жоқ. Былайша айтсақ, өзінің елінен алыс, жерінен алыс азаматтарымыз, әрине әлеуметтік жағдайлар өте төмен. Көп мемлекеттік тарапынан әлеуметтік көмекті талап ететін азаматтарымыз. Және мынау кеше ғана құрылтайда президент айтып кетті ғой. Өкінішке орайы дауысы қатты шыққан айқаймен мынау айқаймен шыққан дауыстар өкінішке орайы қатты естіліп жатыр. Өз бейнетімен келе жатқан азаматтарымыздың дауысы бәсеңдеп кетті. Мен онымен толық келсем, себебі осындай неше түрлі мынау қиынды топтармен көп жұмыс жасаймын өзімнің мынау әлеуметтік мынау қоғамдық жұмысымның барысында. Онда өзім көрем. Осымен мен толық келсем, өкінішке орай көп балалы отбасылар кейде маған келіп өзінің мұңында жағады. Неліктен осы тек қана айқайлағандардың дауысы естіледі? Мен осы 6 баламды өзім көтеріп келе жатырмын. Ешқандай мемлекет тарапынан көмек те көрген жоқпын. Мен даже өзімді көп балалы отбасы деп айтуға кейде намыстанам да, ұялам да дейді. Себебі осындай стереотип қалыптасқан қоғамда дейді. Көп балалы ана болсаң, сен міндетті түрде айқай-шу, осындай ұрыс-керістің арасында жүресің. Өзім де көп балалы анамын. Сол себептен осында расында да кейде маған айтады, сен шылқып жатқан, мынау шылқып жүрген, шіреніп жүрген депутаттардың арасында жүрсің деп білмеймін. Егер өз күнімді өзім көріп жатырмын, ешкімнің ала жібін ешқашан аттаған да жоқпын, артық дүниені алған да жоқпын. Расында да ешқандай мемлекеттің тарапынан беріп жатқан әлеуметтік көмекке ешқашан қанша қиналсам да жүгінген жоқпын. Өзіміздің ер азаматымыз екеуміз не көрсек те өзімізді көреміз деп осыған бел буған азаматтардың біріміз. Сол себептен маған қоятын ондай нелеріңіз жоқ деп мен тікелей беттеріне де айта аламын. Кейде маған айтады, осындай жиналған кезде осы айқай-шумен көтеріліп, сосын айтамын, осы жерге келудің алдында сен айтшы маған, мен бүгін мына жерге келдің, сен өзің бұйымтайыңды айтуға. Осы қандай іс-әрекет атқарып келдің сен ең бірінші жерге келердің алдында? Үндемейді. Айтшы, говорю, үйде 7 балаң отыр, кім қарап отыр оларға қазір? Үндемейді. Айтам, мен осы сенің алдыңа келудің алдында ең бірінші таңертең сағат 6 дегенде кем дегенде тұрам, кем дегенде
Өйткені ертеңгі күні балдарының баратын жерлеріндегі киімдері, олардың күні бойы ішетін тамағы, ата-енемнің жағдайы, себебі отбасында әртүрлі жағдайлар болады. Мен ата-енеммен бірге бірінші күннен бастап тұрамын, сол себептен бұл ауыртпалықтың барлығын түсінемін, мен әйелдердің басында бар екенін. Және осының барлығын жасап барып сенің алдыңа келем мен, сенің бұйымтайыңды. Ал егер сен осы менің жасағанымның ең болмаса бір 12%-ын орындасаң, мен саған үлкен рахмет айтамын. Себебі сен ана ретінде, отанасы ретінде көп үлкен міндет атқарып жүрсің деп айтқан кезде кейбір қыз-келіншектер шамалы дауыстарын бәсеңдетіп қалады. Расында да осындай батыл, ашық, өз ауыртпалығын көтеріп жүрген әйел азаматтарға мен де көмектесуге әрдайым дайынмын. Осы отбасы институтын сақтау заң неге бағытталған дейсіздер ғой? Ең бірінші, біз қазір өзіміздің мемлекет тарапынан көзқарасымызды көп балалы анаға емес, көп балалы отбасыға аударуымыз керек. Және осы көп балалы отбасыларда тәрбиелеп жатқан, тәрбие көріп жатқан балдарға. Себебі бізде не жергілікті деңгейде, не министрліктердің арасында өзара қарым-қатынасы ешқандай тұрақты жүйелерде қалыптаспаған. Жүйелі түрде бізде отбасыға өңірлерде көмек берілмейді. Себебі бақытты отбасы дейміз, жанұя дейміз, осындай орталықтар қажет. Дәл осы мақсатпен біз заң аясында әр аудандық деңгейде 234 отбасы қолдау орталықтар ашылу керек. Кризистік, дағдарыстық орталықтар емес. Олардың міндеті басқа. Олар да қажет. Бәлкім қажет, бірақ ең бірінші олары болып бояу сіңгеннен кейін емес. Қиналып келген отбасыға әлеуметтік көмек, жұмыссыздықпен көмектесу, балдарына дер кезінде адрестік көмекті көрсету ең бірінші мақсаты бұл заңның. Және қоғам белсенділері қазір мен күніне мәжілісте кем дегенде 30 хат аламын. Сіз, Ләззат ханым, жаман дүние жасап жатсызды. Сіз, Ләззат ханым, осындай елімізге, дінімізге қарсы дүние жүргізіп жатсыз деген олардың ішінде де ақпараттар бар. Мен осыған айтар едім. Ең бірінші біздің заңымыз осы отбасы қолдау орталықтары әр ауданда ашылсын. Неге ауданда? Себебі Маңғыстау өңірінде Бейнеу деген аудан бар. Осы ауданға жету үшін кем дегенде бір тәулік пойызбен бару керек, басқа мүмкіндік жоқ ол жерге жету үшін. Ал енді ол жерде қиналған отбасылар қайда бару керек? Сол аудандық деңгейде осындай отбасы қолдау орталықтарын әкімшілік ретінен қаржы бөлініп ашылу керек. Бұл жерде отбасылар міндетті түрде жан-жақты көмек, ол айттым ғой мен, әлеуметтік көмек, себебі не дейді оны, центры занятости дейді ғой, да? Әлеуметтік қорғау орталықтары, жұмыссыздықты күресу орталықтары, сонымен бірге кейде отбасылар қиналған кезде ол тек қана материалдық қиындық емес, ол психологиялық тұрғыдан көмек көрсету, медиациялық көмек көрсету. Бізде Қазақстанда ажырасулардың саны күрт өсіп кетті. Біз жылдан жылға оны азайтамыз деп жатырмыз. Ол бізде өсіп келе жатыр. Өткен жұмада мен мәжілісте де осы сұрақты көтердім. Неге мен Бейнеу ауданын айтып жатырмын да, алыс аудандардың бірі бұл. Және дәл сол жерде мен өткен жылы қатты мазалаған бір жүрегімді расында да қобалжыған бір оқиға болды. Бір ер азамат осы инстаграмнан, мен инстаграмды аса жақтыртпаймын, себебі мен гламурный қыздардың қатарында жатпаймын. Күнде өзінің болған жүргендерін айтылады. Мен көбінесе әлеуметтік желіден фейсбуктамын. Осы жерде өзімнің ойымды ширатуға тырысамын. Сол неде Бейнеудің бір ер азаматы прям онлайн форматта мен осы ойын сауық ортасына бара жатырмын. Осы барлық жамандық, барлық зұлымдық осы жерден келе жатыр. Бұл біреудің кәсібі деп айтып жатыр. Мен және расында да осы бейне не болды инстаграмда. Мен қазір барам, мен өзімнің бел будым, осыған жол бермеу, мен қазір осы жерді өртейін деп ішіне кіріп, ана жерде жұмыс істеп жатқан жұмыскерлерге айтып оны, ол расында да жамандықтың орталығы деп. Және осы жерде өртеп жатқанды көрген кезде мен алқымды сұрадым. Себебі расында да
еш нәрсеге сенбеген, әр нәрседен мынау қайран қалған қазақ барып өз қолына осыны алып, өзі осымен күресіп жатыр деген фактілерді көрген кезде. Кеше өткен пленардық отырыста мен осы тақырыпты қозғадым, себебі қазақстандық статистикада бізде 10 ажырасулар фактілерінің 7-і осы ойын, игротека, игромания дейміз осыған берілген азаматтар. Бұл ауыр психологиялық ауру. Бұны бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған. Бірақ біз Қазақстанда оны мойындамай жатырмыз. Біз осымен күреспей жатырмыз. Оғанда бір тыйым салу керек қой. Қазіргі күні осыны ойнап ашқан отбасы ата-аналарын көрген балдар ертең не жасайды? Дәл соны қайталайды, өйткені оның көргені сол. Осыған бір нәрсе бөгет қою керек. Психологиялық тұрғыдан отбасыларға көмек көрсету керек. Негізі қазақтың болмысында сөзбен емделген қазақпыз біз. Расында да сөз емдеу болған, ол сөз емдеуді мынау біз психологиялық көмек. Ал енді біз осы Инстаграм және әлеуметтік желіні алайық. Маған көп отбасылар, көп үлкен кісілер хабарласып айтады, осы Ләззат, бізде 2-ның бірі психолог болып кетті дейді. Дұрыс айтасыз, коучтар. Тұрмыс құрмай, ешқандай бала көтермей, ата-енесіне қызмет етпей, өз ер азаматына ізет көрсетпей, бізде мынау қыздарымыз шауып, блогер болып, шауып, психолог болып кетті де. Бұл тақырыпты да ширатып көрдік. Расында да бізде клиникалық психологтар Қазақстанда жоқ есебі. Тек қана онлайн форматта вебинар ретінде психологиядан кіші құрылым курс оқыған, сертификат алған азаматтар Инстаграмға шығып, жеңіл түрде біз психологиялық тұрғыдан көмек көрсетеміз деп айтады. Бұған әрине кәсіби психологтар наразылық білдіреді. Әрине. Себебі олар өз ақыл ойын, өз көмегін қандай деңгейде беріп жатыр. Солардың ақыл ойын беріп жатқан кеңестерін қалың қазақ естіп жатыр ғой. Біз оған неге заңды түрде бөгет қоймаймыз? Жарайды, көмектескісі келеді, бірақ олардың деңгейін көтеру керек. Олардың сауатын ашу керек. Олардың сертификациясын көтеру керек жаңа деңгейлерге да, және олардың практикаларын кеңейту керек. Бұл күрделі жұмыс. Осы жұмыста, осы отбасы қолдау орталықтарына қолға алыну керек. Себебі өңірлерде жұмыс жасайтын көптеген азаматтық қоғамдық қозғалыстар бар. Оларға мүмкіндік беру керек. Кеңейтілген азаматтық қоғамды осы жұмысқа, аудандарда осы аналар кеңестері бар. Ардагерлер одақтары бар. Осы азаматтық қоғамды отбасы институтын нығайтуға шақыру керек. Осыны біз көздеп жатырмыз. Заң арқылы. Және ұлттық құндылықтар дейміз. Ұлттық құндылықтардың бір бас дүниесі біз үнемі от анасы институты және от ағасы институтын сыйлап келген ел едік қой. Осыны ұмытпауымыз керекпіз. Тек қана көп балалы аналар емес. Бұл проблеманы да ширатып білу керек. Бүгінгі таңда көптеген сұрақтар осы көп балалы отбасыларға байланысты болып жатыр да. Және бұл жерде туындап жатқан әлеуметтік сұрақтармен бірге идеология сұрақтарды қатар жүр. Бұны да ұмытпауымыз керек, себебі көп үлкен апаларымыз да өз ойларын ортаға салып жатыр. Кейде дейді, үйде отырған жас келіндеріміз, мен 5 бала таптым, 6 бала таптым. Әрине ешқандай білім де ала алмай жатыр, ол жұмысы да жоқ дейді. Ауылды жерде қалай оларға көмектесуге болады? Нарықтан қалып қалмаса екен, үйде отырып қалмаса екен деген, қыздарымызды көзі ашық болса екен, олардың жергілікті ауылды мекенжайларда осы өзінің біліктілігін артылуға мүмкіндік болсын деген үлкен кісілердің ұсыныстары да бар. Біз ең үздік халықаралық тәжірибенің ішінде түрік мемлекетінің тәжірибесін кеңінен
өзімізге мына үлгі тұтсақ деп ойлаймын. Себебі ол жерде мынау үлкен зейнетке шыққан ардагер аналарымыз, ағаларымыз егер өзінің балдарына, келіндеріне жұмысқа шығуға мүмкіндік беріп жатса, да, мысалы өзі мынау кішкентай ғана үйіндегі немерелеріне қолғабыс болып, соларға тәрбие барысында көмектесіп жатса, тек қана өзінің емес, мына өзге де көршілес, ауылдас туыстарының немерелеріне, балдарына осы тәрбие барысында көмек көрсетіп жатса, неліктен біз ол институтты кеңінен қолданбаймыз? Себебі ауылды деңгейде бізде кім қалды ауылда? Бізде ауылда үлкен кісілер, қарт кісілер, әйелдер, мынау бала тәрбиелеп отқан және жасөспірім балдар. Біздің ауылдың келбеті өкінішке орай сондай. Біз оны ұмытпауымыз керекпіз. Және осы үлкен апаларымыздың, үлкен аталарымыздың тәжірибесін ұштастырып, немерелеріне үлгі ретінде, білім ретінде оларға мүмкіндік беру керек, сол тәжірибемен бөлісуге. Оларға да мүмкіндік болса, білім саласында көп жылдар бойы жұмыс жасаған осы ардагерлерімізге осы отбасы қолдау орталықтарына жұмыс беру, өзінің тәжірибесімен бөлісу. Өйткені маған айтып жатыр, біз қайдан ондай кадрлар табамыз? Кадрларды алыстан іздемеу керек, арамыздан іздеу керек. Оларға да мүмкіндік беру керек, өз тәжірибесімен бөлісуге. Бұл енді үлкен ауқымды жұмыс. Бұны сіз болып, біз болып жасамасақ, бұны бізге ешкім жасап бермейді. Өзгенің да өзге жақтан келген тәжірибе ешқашан сіңбейді. Тек қана іштен шыққан, өзіміздің ұлттық иісі бар дүние, тек қана біздің ел тәрбиесінде, отбасы тәрбиесінде өзінің оң нәтижесін береді деген үміт қой енді. Былайша айтсақ, енді осы жаңадан келе жатқан заңның досы да бар, отбасы институтын қолдау, жауы да бар десек болады. Жау ретінде енді былай, енді бұл жауы деп айтуға да болмайды. Ол өзіміздің азаматтарымыз, әрине көптеген олардың да сұрақтары бар, олардың да бір көтеріп жатқан мәселесі бар. Мынау азаматтық қозғалыс бар, мынау не дейді, ата-аналар осы өткен жылы құрылды, олар ата-аналар ұйымы дейді, республикалық. Бірақ ол жерде де мынау мен айтқым келеді біздің азаматтарымызға да, көбінесе орыс контентті ақпарат дұрыс айтасыз, кеңінен тараған. Және мен айтамын, былай дұрыс болу керек олардың беріп жатқан ақпараты. Маған күнделікті оларда ақпаратқа шығады. Кейде мен олармен осылай тікелей эфирге шыққан кезде маған ренжиді. Рамазанова міндетті түрде әдейі қазақ тілге көшіп жатыр, біз түсінбесін деп. Дәл осы тұрғыда мен сіздердің ақпараттық жүйелеріңізден де енді көмек емес, қолдау сұраймын. Себебі біз өзімізге түсіндірмесек, өзгенің ақылы бізге ешқашан сіңбейді. Егер бір нәрсе сұрағыларыңыз келсе, бізден сұраңыздар. Осылай ма, осылай емес пе? Расында да мынау заңның ішінде сондай дүние бар ма деп. Заң үлкен емес, айналдырған 26 позиция. Оның бас міндеті ең бірінші министрліктердің арасындағы 5 министрліктің жұмысын бір ізді қылу. Отбасында проблема болған кезде барлығы жұмылып келу керек. Ол менікі емес деп итеріп тастап. Бүгінгі таңда сондай болып жатыр. Және жергілікті әкімшіліктердегі басқармалар отбасында бір нәрсе ушу болып жатса, барлығы атты оны алып қашады. Біз оларды бір іздік жұмысқа алып келгіміз келеді. Олар да қарсыласып жатыр. Бұл жерде егер азаматтық қоғам біздің жағымызда болмаса, біз өйткені расында да мынау елден шыққан үн бұл. Маған көп мынау Атыраудан кездескен кезде, Маңғыстауда кездескен кезде, Ақтөбеде кездескен кезде маған айтып жатыр, Түркістанда кездескен кезде, неге мынау қағидаттарды кіргізбедіңіздер? Неге сіздер мынау отбасылық, тұрмыстық зорлық, зомбылықтың мынау зәбірлеушіге қатаңдатпадыңыз деп? Мен айтам, ел қарсылық білдіріп жатыр. Бұны жеке бас прокуратура қарап жатыр. Біз тек қана превенция, біз тек қана осы отбасылық, тұрмыстық зорлық, зомбылықтың алдын алу профилактикасын жасаймыз деп. Олар прям міндетті түрде осыны кіргізіңіздер деп айқай-шу шығарып жатқандар да бар. Ол дүниелер бұл заңның ішінде жоқ. Бұл таза үйде
әкімшілік кодекстің ішіндегі де дүниелер жоқ, бұл таза күйде превенция. Жалпы осы 5 мемлекеттік органның және әкімшіліктердегі жергілікті акиматтардағы 5 басқармалардың басын біріктіріп, отбасы проблемасын мониторинг түрінде бақылап, және отбасында проблема болайын деп жатырау деген кезде барлығы бірігіп, сол отбасыға көмектесу керек. Барлығы болар бойып, жанжал шығып, бала ұрылып, әйел жығылып қалғанда емес. Осы бас мақсаты авторлардың ең біріншісі мен. Расында да осы 5 мемлекеттік госорган менде мемлекеттік органдардың өкілдерін шақырып, жеке. Бұндай заң Қазақстанда ешқашан бұндай түрде қаралған жоқ. Бұл өтірік емес, бұл рас. Мен министрліктерде келген кезде маған айттым, маған вице-министр керек емес. Маған сіздердің министрліктеріңізде ең бірінші мұғалім болып жұмыс істеген ұстаз маман керек. Және міндетті түрде мектеп директор болған. Және аудандық деңгейде басқарма басқарған, районо болған. Сосын барып облыстық деңгейде бір жүйелі жұмысты атқарған кісіні жіберіңіз маған. Жай сарапшы болса да. Себебі ол проблеманы біледі дедім. Маған жоғарыда отырған бастықтар керек жоқ. Маған осы проблеманы білетін эксперттер керек деп айтқан. Өте жақсы. Ал енді бұл заң қашан қабылдануы мүмкін? Қазір біз жұмыс тобын қалыптастырдық. Бірақ жұмыс тобында біз бұл ерекшілігі, қазір бұл жұмыс тобында бұндай жұмыс топ мәжілісте жоқ, вообще болмаған да. Себебі оның құрамында 150 мүшеден астам адам. Айтамын, күніне кем дегенде 30 хат алып отырам деп, ананы кіргізбе, мынаны кіргіз деген әңгімелер өте көп. 150 астам өкілдер, эксперттер бар ішінде. Жұмысымызды біз жуық арада бастаймыз, әлі басталған жоқ. Бірақ қазір мәжілістің сайтында бұл заңның жобасы бар, отбасы институтын нығайту. Егер кім жала, өтірік десем де болады, ақпаратты таратқысы келсе, осы дүние біздің елге жамандық алып келеді деген. Осыған менің қатарыма қосылып, қарсы тұруларыңызды сұраймын. Себебі өзіміз өз шаңырағыңды өзің түзе деп өмірі айтады ғой бізде, да? Өз шаңырағымызға өзіміз ие болуымыз керекпіз. Және тек қана өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуға тырысуымыз керек. Әрине жақсыны үйренуіміз керек, жаманнан жиренуіміз керек. Ол болса болмаса. Бірақ бұл жерде біз тек қана өзіміздің менталитетімізге, өзіміздің болысымызға тиімді тәжірибені алуымыз керекпіз. Осы шетелде осы жақсы екен деп шауып барып емес. Енді түрік мемлекетін мен бекер сіздерге айтқан жоқпын. Себебі олардың менталдық түрден де өзімізге көп дүниелері ұқсас. Және сол мемлекеттегі отбасы және әлеуметтік сұрақтарының министрімен осы жылы мен март айында Біріккен ұлттар ұйымының аясында кездестім, және олармен бірге қызу бірнеше сағат бойы сұхбаттасып, солардың оң тәжірибесін алуға тырыстым. Мен сіздерге бір жақсы тәжірибесін айтып берейін ба? Оларда бір Измир деген провинциясында мынау үйде зейнетке шыққан әжелері егер келініне мүмкіндік берсе жұмысқа шығуға, сол провинцияның әкімшілігі жәндегі әжеге 50% қосымша өзінің пенсиясына тағы да қосып отырады екен айма-ай. Себебі ол өзінің келіндеріне жұмыс істеуге мүмкіндік беріп жатыр. Мен осы әкімдермен кездескенде айтам, мен осы күтіп отырмын, қай әкім осы инициативаны алып, өзінің бюджетінде осындай проектті іске асырады. Бәлкім сол кезде біз бір нәрсені өзгертеміз. Осы сұрақтарды отбасы қолдау орталықтарында көтеруге болады азаматтық қоғам ретінде. Өкінішке орай менен басқа пока оны ешкім айтып жатқан жоқ. Енді әңгіме түйіліп қалған көп, баршаларыңызға көп сұрақтарыңызға әрине бәлкім үлгерем айтып, бәлкім үлгермеймін. Өкінішке орай үлгермейтін де сияқтымын. Менің шектелген уақытымда, берілген уақытымда аяқталып келе жатыр. Да. Фируза, маған енді сұрақтар болса, мен айттым ғой, Инстаграм емес, көбінесе Фейсбукқа жазуларыңызға болады. Да.
Өте жақсы. Егер біздің оқырмандардың тарапынан отбасы институтын нығайту және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі заң жобасына қатысты сұрақтар міндетті түрде ойымша сізге жолдайды. Сондай-ақ бұл заң жобасымен парламенттің сайтында жоба орналастырылған, әрине пікірлерінде сіздерге жолдауға болады. Мен бастамаңыз болсын. Негізі бұл мәселе енді өте тұрған мәселелердің бірі, өйткені зорлық-зомбылыққа шал солай ұрынып, бірақ оны жасырып жүретін, ешкімге айтпай жат болады, фирманың астында жүретін адамдар көп. Біз ауруын жасырған өледі дегендей, сосын оның ар жағы қайғылы жағдай болмайды деп ойлаймын. Және біздің заң жобасы бұрынғы заң жобасының кейпін қайталамай, табысты өтіп, жақсы бір қоғамды дамытатын заң жобасы болса екен деген зор тілегіміз бар. Бүгінгі біздің эфирімізге қатысқаныңызға көп рахмет. Сізге қоятын сұрағымыз көп еді. Өкінішке орай енді уақытымыз тағы да мүмкін бізге сұхбаттасуға келіседі деген ойдамын. Мүмкін бірігіп жұмыста болашақта, солай? әрине. Мен негізі өзім Facebook парақшамда мынау 2 бағдарламаны жүргізем. Атамекен бизнесте көп дүниелерді біз айтып та үлгермейміз. Ой салар деген, ол біреу осы елде көп талқыланбайтын сұрақтарды сол жерге шығаруға тырысамын, өзімнің ойыммен бөлісуге тырысамын. Және екінші ол орыс тілді контент, екеуі күрт бөлек. Орысша жазсаңыздар да болады, олардың тақырыбы қазақ контенттен мүлдем басқаша. Себебі енді әр азаматтық қоғамның өзінің сұранысы бар, өзінің тақырыптары бар талқылап әр контенттің. Және осы қазақ аудиториямен өзім қуана үнемі сұхбаттасуға тырысамын. Себебі бір-бірімізді қолдап, үнемі бір-бірімізге жеткілікті адал ақпарат бермесе, әркімге жем боламыз. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет қатысқаныңызға. Жақсы. Сау болыңыздар. Біздің оқырмандарымызға көп рахмет қатысқандарыңызға. Бүгін өкінішке орай сұрақ болмады. Дегенмен бұл мәселе отбасы институтын нығайту және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң жобасы жөнінде болғандықтан, және дәл осы заң жобасын жаңағы бізге қатысқан Ләззат Керімқұлқызы Рамазанова бастамашы болып отырғандықтан, мәжілістің қабырғасында біз осы мәселені бүгін талқыладық. Бізге бүгін қатысқан президент жанындағы әйелдер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, яғни Балаеваның орынбасары Ләззат Керімқұлқызы болатын. Баршаларыңызға көп рахмет. Біз бұл эфирді сақтаймыз және оның жазбаша нұсқасын Мөнбер KZ сайтынан оқитын боласыздар.